Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлданай. Сіздермен бүгін қаймақты торт жасайтын боламыз. Салмағы жағынан ауыр, салмақты болады. Дәмі керемет, жұмсақ, өте керемет торт болады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Міне осындай торт украшениясына өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Тортты сәндеу өз фантазияңыз. Мен торттың бетіне осы қамырдан артылған тілімдердің барлығын сковородкада осылай аздап қуырып алдым. Жан жағында печеньяның үгіндісі. Осылай жай ғана қарапайым торт жасадым. Менімен бірге болыңыздар. Ал видеоны соңына дейін қарап, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бізге қажеттісі құрамында. Міне қаймаққа қантымызды қосып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Қантыңыз еру керек. Жақсылап осылай араластырып болғаннан кейін үстіне тұзымызды, ванилин қосып осылай араластырамыз. Ванилин дәм беру үшін, иіс беру үшін. Міне. Енді осылай ұнымызды аламыз. Електен өткізуіміз керек міндетті түрде. Жарты шай қасық разрыхитель немесе ас содасын қосып, міне сұйық массамызға осы ұнымызды 2-3 бөліп қою кәдімгідей қамыр илейтін боламыз. Бұл біздің тортымыздың тестасы сковородкада пісірілетін болады. Бұл тортқа ешқандай миксердің де қажет жоқ. Одан кейін печканың да қажет жоқ. Міне тестамызды осылай жұмсақ қылып илеп аламыз. Кішкене бір 20-15 минуттай қалдырып, одан кейін қамырымызды 8 бөлікке бөлетін боламыз. Шақтың көмегімен алып, жақсылап, бірдей қылып, домалақтап, осылай қамырымызды жаяуға кірісетін боламыз. Шамал ұн қосып, жабысып қалмас үшін жайсаңыз болады. Одан кейін осылай торт жасайтын формаңыз қандай форма бар, соған келтіріп, осылай артық қамырларын алып тастайтын боласыз. Украшениясына керек болады. Міне жайылған қамырларыңызды сковородкаға қыздырып, астына май жағудың да ештеңен қажет жоқ. Құры сковородкаңызға аласыз да, осылай асты қызарғанша екі жақ бетін пісіріп алатын боламыз. Асты қызарса болды, бастысы. Қамырыңыз басында шамал қаттырақ болады, одан кейін уже бір күн, мысалы күнді жасасаңыз, кешке дейін кремі сіңіп, жұмсақ әдемі торт болып шығады. Міне, барлық 8 қамырыңызды алып, осылай асықпай бірінен кейін бірін пісіріп алып отыратын боласыздар. Достар, менің видеоларым ұнаса, подписка жасап, комментария жазып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Барынша белсенді болыңыздар. Міне мен креміне жай ғана сары майменен сгущенканы миксермен жақсылап араластырып дайындап қойдым. Ал енді тортымызды құрастыратын боламыз. Міне корждарымыз дайын, креміміз дайын. Ал енді тортымызды құрастырайық. Астына тайып кетпес үшін осылай кремімізді салып аламыз бірінші. Одан кейін торттың көлемінен үлкен тарелка немесе жаңағы тортница дейді ғой, сондайыңызды алып, ақырындап торттар корждарыңызды бірінен кейін осылай кремдерін жағып көтеретін боламыз. Әдемілеп крем жағып, айтпақшы, кремге кез келген крем болады. Сливкимен жасасаңыз болады, қаймақпен жасасаңыз болады. Қаймақпен сахарный пудраны араластырып, крем жасасаңыз болады. Кремнің кез келген түрі осы тортқа бола беретін болады.
Сізге бастысы тортымыз жұмсақ, ауызда еритін дәмді болса болды. Міне, барлық корждарымызды осылай бірінің үстіне бірін кремдерін жағып, биік, әдемі торт жасайтын боламыз. Сізде бағана артылған қамырды тағы бір корж жасап жіберсеңіз болады. Егер мен сияқты бетіне қуырып украшениясына қолданбасаңыз, жан-жағынан кесіліп қалған, артылып қалған қамырды түйіндеп, жаңағындай тағы да бір осындай корж шығарсаңыз болады. Ол кезде тіпті керемет болады. Мен сөйткен едім басында. Одан кейін бір коржын балам жеп қойды. Одан кейін 8 осындай корж шықты менде. Ең соңғы коржымыз бетіне қойып, қалған барлық кремімізді осылай үстіне салып, жан-жағына айналдырып, барлық жеріне тиіп тұру керек. Себебі бір жері қатты, бір жері жұмсақ болып қалса, ол кезде тортымыз дұрыс шықпай қалады. Осылай кремімізді жан-жағының барлығына тигізіп тұрып, әдемілеп жағып шығамыз. Сіздерде морозильниктеріңізде жаңағындай сақтап қойған қысқа фруктыларыңыз болса, қарақат, клубника, малина, не деген көп түрлері бар ғой фруктылардың. Соларды украшения қолдансаңыз болады, өте керемет болады. Апельсин қолдансаңыз болады. Мен жай ғана қарапайым үйде бар заттармен осылай тортымды әшекейледім. Міне. Үйде кез келген печенье түрін жақсылап майдалап, ұнтақтап аласыз. Астына, жан-жақтарына тигізіп, барлық жеріне осылай силикон лопатамыздың, күрекшеміздің көмегімен осылай жағып шығатын боламыз, жабыстырып жан-жағына. Енді міне печеньямызды жабыстырып шықтық. Енді бағанағы айтқанымдай қамырдан артылған осындай ұсақтап турап алдым да қамырымызды сковородкада қуырып алдым 5-10 минуттай баяу отта. Немесе әсел пешкеге, үйіңізде қандай печка бар, сол печкаға салып бір қуырып алсаңыз болады. Бұл қытырлап тұрады қазір. Одан кейін кремі бұған да сіңгеннен кейін жұмсақ, жақсы болады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ұнайды деген сенімдемін. Сау, сәлеметте болыңыздар. Келесі видеомды көру үшін қоңырауша белгіні басып отыруды ұмытпаңыздар.